Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Алдымен менің каналыма жазылып, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: жылы суымызға тұз, қант және дрожжымызды салып, араластырып, жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. Сол кезде біздің дрожжымыз көтеріліп, осылай шығады. Бұны араластырып, ұнымыздың үстіне саламыз. Менде ұн жоғары сұрыпты ұнды міндетті түрде иеліктен өткізіп алыңыздар. Үстіне құямыз. Және де бұған 2 ас қасық сұйық май немесе оливковый май құйсаңыздар болады. Барлығын қасықтың көмегімен араластырамыз және қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен көрсеткен рецепт бойынша жасаңыздар, сол жердегі көрсетілген ұнды салыңыздар. Егер аз болса, үстіне бір 10-15 грамм ғана ұн қоссаңыздар жеткілікті. Одан көп қосып жібермеңіздер, себебі қамырларыңыз қанша жұмсақ болса, пиццаларыңызда өте жұмсақ болып шығатын болады. Қамырымызды қолымыздың көмегімен жақсылап иіқанғанша илеп аламыз. Одан кейін үстінен азырақ ұн салып, тағы да илейміз. Илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қалдыратын боламыз. Сол аралықта қамырымыз ашып шығады. Мен салмасына қызанақ, колбаса, сыр және де кетчуп қолдандым. Енді ашыған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, суала жасап аламыз. Екеуін бірдей қылып теңдей етіп бөліп алыңыздар. Бөліп алғаннан кейін қолымыздың көмегімен осылай дөп-дөңгелек етіп суала жасап аламыз. Одан кейін пергамент қағазымызға азырақ ұн сүйіп, жаңағы ұн қамырымызды қоямыз. Кішкене уақытқа қалдырыңыздар, сол кезде оңай жайылатын болады. Мен қолмен жайдым, сіздер қолмен немесе оқтаумен жайсаңыздар болады. Барлық жетін біркелкі дөп-дөңгелек етіп жайып аласыздар. Одан кейін кетчупымызды салып, барлық жеріне жағып шығамыз. Кетчуп қалауларыңызға қарай, немесе кетчуптың орнына басқа томат өздеріңіз жасасаңыздар болады. Оның үстіне қызанақ қойып шығамын. Қызанақты қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да, ол өз еріктеріңізде. Басқа да заттарды қолдансаңыздар болады. Барлық қызанақтарды біркелкі етіп, барлық жеріне қойып шығамыз. Одан кейін бетіне сыр себеміз. Ірімшік, менде ірімшік, моцарелла 200 грамм, яғни бір пиццаға 100 граммнан бөліп салдым. Барлық жеріне салып шыққаннан кейін үстінен колбасамызды қойып шығатын боламыз. Колбасаларымызды да біркелкі етіп барлық жеріне қойып шығасыздар. Барлығын қойып болғаннан кейін духовкаңызды ең жоғарғы жылдамдығында, яғни қатты қыздырып 10 минутқа пісіріп аламыз. Сол кезде бізде осындай өте жұмсақ пицца шығатын болады. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.